Достар, қалайсыздар? Мен бүгін әсіп жасадым. Оған қажет заттар: сиырдың еті, қойдың шала піскен өкпесі, бүйрегі, жүрегі, сарымсақ, жуа және бір қайнатылған күріш, бір кесе күріш қажет. Енді осының барлығын ет тартқыштан өткізіп, дәмдеуіштерімізді қосып, осылай сиырдың шегіне салып жасаймыз. Міне, менде 4 дана әсіп дайын болды. Енді осы әсіпті пісірер алдында осылай тіс шұқығышпен тесіп аласыздар да қазанға салып 1,5-2 сағатта қайнатасыздар. Қазақтың ұлттық тағамы туралы және басқа тағамдар туралы рецепттер керек болса, менің Уалина Гүлнара каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздерден өтініш. Тек қана әсіп емес, басқа да рецепттер бар. Ас болсын. Сіздерден қолдау күтемін.